Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода құлақты тазартуға бола ма, және құлақты немен тазартуға болады? Құлақты жаңағы мақта таяқшасымен тазартуға бола ма, сол туралы айтылады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Мен өзім арнайы құлағымды тазартып сізге көрсетіп жатырмын. Мен өзім аптекадан алдым. 2 түр болады, балаларға және үлкендерге. Ішінде 2-3 штук болады. Ушные свечи деп аталады. Бұл свечиді салар кезде қарап алыңыз. Фольганы құлақ жағына, төмен жағына орналастырасыз. Жоғары жағында фольга болмау керек. Іш жағында орналасқан. Жоғары жағын спичкамен жағып жібересіз. Спичкамен жанады да, содан кейін свечидің орта шамасында соңғы жағына жақындап өзінің бір белгісі болады, сызығы. Сол сызыққа дейін жандырасыз. Содан кейін свечиді алып тастап суға салып қоясыз. Жанғанда осылай свечи сияқты баяу жанады. Жанып жатқан кезде бір тықырлап дыбыс шығады ішінен, құлағын ішінен. Бұлай ешқандай ауыртпайды, ешқандай басқа әсері жоқ. Жанып болғаннан кейін свечидің ішін алып қарасаңыз, ішінде сары тығындар, яғни серный пробка дейді, солар ішінде қалып тұрады. Негізі құлақта деген көп шығып тазартуға болмайды екен, көп қозғай беруге болмайды. Құлақ өзі тазарады екен. Сумен біз жуынған кезде сондай уақытта. Және ватный палочка бар емес пе, мақта таяқшасы, сонымен тазартпаңыз құлағыңызды. Ол құлағыңызға зиян болып келеді. Құлағыңыздағы барабан есту, барабандардың барлығына әсер етуі мүмкін. Бұл серный пробканы негізі тазартпауға да болады екен, өйткені ол деген мысалы бізге құлағымызға қоңыз кіріп кетпеуден сақтайды екен, және инфекциялар, жаңа қоқымдар, басқа бірдеңелер кіріп кетпеуден ар жағына, содан бер жағында сақтап тұрады екен негізгі серный пробка деген. Сондықтан да ойланып жасаңыз. Балаларында құлақтарын көп тазарта бермеңіз, көп шұқи бермеңіз, барабанына әсер етеді, құлақтың есту қабілетіне зиян келуі мүмкін. Ватный палочкамен тазартпаңыз, ескерту. Егер осы свечимен тазартқыңыз келіп тазартам деп шешсеңіз, онда өзіңіз білесіз. Және тазартып болғаннан кейін 20 минут демалып жатасыз, ешқайда шықпаңыз. Видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, және комментарияға тағы да қандай видео шығарайын, тағы да қандай аурулар туралы шығарайын, сол туралы жазып кетсеңіз, өз ойларыңызды жазып кетсеңіз, сау болыңыздар.